Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай піскен кезде езілмейтін, жыртылмайтын, түсі деген сап-сары әдемі болып көрінетін қамырдың рецептімен ұсынайын деп тұрмын. Ең бірінші таза ыдысқа суымызды құямыз, одан кейін куркума мен тұз салып, бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырып, қажетінше ұнымызды салып, орташа қаттылықта қамыр илейтін боламыз. Бірінші осылай қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алып, одан кейін қолымызбен жақсылап мыжып, арасында іртіктері қалып кетпейтіндей етіп, қамыр илейміз. Дайын қамырымызды енді осындай пакетке салып 15-20 минутқа демалдырамыз. Қамырымыз дайын болды, енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамыр жаюды білмейтіндеріңіз болса, немесе енді үйреніп жүрген жас қыздар болса, осы видеодан қарап жайсаңыздар болады. Ал егер жақсы жайып білетіндеріңіз болса, өздеріңіз жақсы білесіздер, қамырды міндетті түрде мына екі шетінен қатты күш салмай, жай ғана жеңіл түрде баса отырып жаю қажет. Егер біз қатты басатын болсақ, біріншіден қамырымыз желбезек болып кетеді, екіншіден шеттері қалың болып, ортасы жұқа болып қалуы мүмкін. Қамыр жаюды енді үйреніп жүргендеріңіз болса, менен бір лайфхак: міндетті түрде қамырыңызды қаттылау етіп илеңіз. Сол кезде қатты күш салсаңыз да қамырыңыз желбезек болып кетпейді. Қамырымызды жайып алдық. Енді осы бешбармаққа арналғандай етіп кесіп аламыз. Бешбармаққа арналған қамыр әр жақта әртүрлі кесіледі. Оңтүстікте мысалы осы мен кескен сияқты етіп майда бөліктерге бөліп алады. Ал солтүстікте осы домалақ қамырды сол күйінше салады, немесе төртке бөліп салады. Сол себепті кімге қалай ыңғайлы солай салсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.